Жайдарман жастардың желілерде жиі қозғайтын, әлеуметтік парақшаларда көп қаралатын заманауи өнеріне айналды. Орыстың КВНнен бастауын алған сахналық ойын түрі қазақстандық брендке баланады. КВНмен ұқсастығы бар, алайда аз уақыт ішінде өзіндік форматын жасақтап үлгерді. Қазір шалғайдағы ауылдан бастап қаладағы көше баласына дейін жайдарманды ұйып тамашалайды, тіпті өзіндік жұлдыздарын да белгілеп қойған. Қазіргі таңда әркімнің идеясы бөлек, мықты командалар өте көп, қарсыластарымыз да көп. Мен соның ішінде айта өтсем, Абзал Жандар, Ғажайып, Өнерпаз, көп ондай командалар енді. Жайдарманшы болу үшін әлеуметтік желілерде көп отыру қажет. Әзілдер кейде аяқ асты жазылады, алайда плагиат жастардың тарапынан қабылданбайды. Мұндай әзілдердің ғұмыры ұзақ емес. Ресейлік КВН жұлдыздары идол болмаса да сабағалар образ дейді Құлсарының Амиго құрамасы. Шабытты шайқайтын уақыт түнгі мезгіл екен. Идея көбінесе шыны керек, түнде жалғыз өзің жатқанда, жалғыз өзіңіз ойланып кетесің, түнде жатқан кезде. Сондай кезде келеді. Сосын оны кейде ұмытып қалмас үшін жазып қоямыз, кейде манағы дайындалған интернетте әлеуметтік желілерімізге сақтап қоямыз. Көбінесе идея жалғыз жатқанда да келеді, былай отырғанда да келеді, жиналып дайындаламыз. Біздің әзілдеріміздің стилі көбінесе жастарға арналған, көп үлкен кісілер түсіне бермейді. Шығамыз, әртүрлі стильмен, киімдеріміз де әртүрлі, және де көбінесе рэп бағытында рэпті жастар тыңдайды. Яғни айтқан кезде жастарға арналған әзілдер. Көшенің әзілдері де болады. Енді қатты ондай қандай? Жақсы оқыды бәрі мектепке. Интеллектуалды әзілдер де болған. Жайдарман жанұяның жылуында жеткізеді. Отбасындағы өрескел қателіктерді де сөз қылады. Мәселен, баласына анасы балам тамақ іш, тауыспасаң әйелің әдемі болмайды дейді екен. Баласы анасына қарап күліп, сонда әкем кезінде тамақ көп ішпеген бе деп сұрақ қояды. Бұл қазіргі отбасының үлгісі. Жоспар жанама түрде өскелең ұрпаққа тәрбиенің дәнін себу. Ол үшін қаржылай қолдау тұрақты болуы қажет. Қазір қаржы әлеуметтік тапсырыс шеңберінде алынады. Қалғаны жеке компания басшыларының патша көңілінен жырылады. Қазақша КВН Атырау облысында қазақ жұртына танымал ірілі ұсақты бірнеше командадан өндірді. Солардың бірегей Сағыз құрамасы. Процесті жаңарту үшін ақпараттық қолдау қажет деп табылады. Телеэкран арқылы ойыншыларды да тәрбиелеуге мүмкіндік бар. Жалпы мына білім деңгейі де осы сайыста көрінді, шындық керек. Сонымен қатар жастарға қазіргі оқу орындарындағы білім деңгейі көрінді. Жастар көп мысалы сөйлемей айтқан қателіктері болды, сөздердің қателіктері болды. Шындық керек, оны көрініп жүрген дүниелер. Бір жастар сонымен қатар осыған байланысты әділ қазылардың өздері де жақсы сын айтып, біздің командар серпіліп қалған шығар деген бір үміттемін өзім. Ойымша жайдарманшылар кітапханада көп отырып, кітапты көп оқып, содан кейін барып әдебиет, қазақ әдебиет жөнінде әзіл шығаруға дайын болады деп ойлаймын. Сондай бір кезеңдерден өтсе ғана. Ең бірінші әрине қандай бір азамат болсын, оратор болсын, халықтың сөйлейтін өнер жұлдыз болсын, ол әрине сөйлеп білу керек. Сөйлеп білу керексің, сен тіл байлығың көп болу керек, кітап сені көп оқуың керек. Сондықтан осы жыл әдебиет маусымы. Кітаптың шаңына дейін дұрыстап оқып, кітаптан кітап қалмай оқытатын осы біздің ойындар. Арман кинотеатрлар желісі бүгін демалыста. Шетелдік жаңа блокбастерлерді дүйім жұртқа жеткізетін сахна қазір әзіл өндіретін бір алаңға айналды. Қазір мен қасымда Еркебұлан атты жаңа жайдарманшы тұр. Осы маусым әдебиет маусымы деп, қазақ әдебиет маусымы деп аталды. Осы әдебиетке байланысты әзілдерді қалай шығаруға болады, қалай дүниеге келеді ондай әзілдер? Әзілдер енді мектеп оқушыларына қарағанда ол енді әрине көбірек кітап оқу керек. Кітап оқып, әдебиеттерді көп оқып, сол арқылы халыққа жеткізу керек әдебиет маусымында. Өзің кітап, әдебиет деген жалпы оқисың ба? Оқимын әрине. Мәселен, қандай кітаптар оқисың? Сол әдебиет, тағы да басқа үлкен ғұламалардың кітаптарын, Абай Құнанбаев секілді. Мәселен, қазір бір әзіліңді айтшы, осы сахнада шығарған әзілің. Қандай әзіл? Өзің жалпы шығарған әзілдердің ішінде ең бір керемет әзілді. Керемет әзіл болғанда ондай жоқ менің өзімде. Қандай тапып айтамын? Еркін бала туралы өлең бар.
қалай басым мас қылдың махаббатқа еркім дала, айналама қарасам жеркін дала. Мен үшін Алматы емес, Астана емес, тыныстық туған жерім еркін қала. Сонымен қатар осы 2 күн әзіл мерекесі ғана емес, Құрбан айт және қала күні. Осы 2 мерекеге арнап тағы да бір ойыңды бөлсең. Атыраудың туған күні құтты болсын деймін, және де осы Құрбан айт барша мұсылман бауырларға қабыл болсын деймін. Енді мына құрамаларыңыз бар, Өзім құрамам Еркін қала жастары, осы биылдан бастап шығып отырық, мектебіміздің атынан, Еркін қала орта мектебінің атынан шығып отырық. Мінекей бүгін полуфиналдан мінекей финалға шығып отырық, және де осы Атырау қаласының туған күніне арналған кубокты жеңіп отырық. Ең жасы құрамадағы кім? Ең жас құрамада бұл Алихан Арсенов. Жас десе де? Бұл дейтін неше дейсіз? 14-те бұл бала. 14-те құрамада ең кішкентайы, ең үлкені осы құрамада мен. Және де өзіміздің звукачымыз бар, Серікбол Шафқатов. Араларыңызда бір гүлдей жайнап қыз тұр екен. Бұл қыздың есімі кім болады? Бұл қыздың есімі Айгерім Демесінова. Ол осы полуфиналда біздің құрамаға қосылып, бүгін ойында өте тамаша ойын көрсетті. Сізге құрамада, КВН құрамасында мүшелік жаңағыдай өзіңіздің өнеріңізді көрсету қиынға соқпайды ма? Жоқ, қиынға соққан жоқ. Сіз әзілді бірге шығарасыз ба, әлде өзіңіз тарапынан да әзіл шығарасыз ба? Бірге шығарамыз. Бірге. Әсіресе қандай рөлдерді атқарады ол? Өзіміздің құрамамыздың өзіміздің неміз бар. Өзімізді дайындайтын осы Абзал Жандар құрамасының капитан десем деп болады. Тіліпберген Мақсот деген сол кісі дайындайды. Ол бұрыннан біздің құрама Еркін қала құрамасының капитаны. Біз тағы бір жұлдызымызды жарық осы жайдарман төріне өрлеп бара жатқан жұлдызымыз Руслан әріптесімізді ұстап алдық. Руслан, сен КВН-ге қалай келдің? Сен бүгін тек қана КВН-ді жүргізіп жатқан сияқтысың менің ойымша. Жоқ, бұл бірінші рет емес. Өзім студенттік кезімнен осы КВН-ге атсалысып белсенді мүшелердің бірі болдым. Көп КВН-дерде әрине алға көрініп, қанша дегенмен енді әрқашанда КВН тек қана сахна төрінде жүргізуші емес, оның артында да, сахна артында да жүретін адамдар болады. Яғни көмектесіп, жаңағыдай түрлі мысалы декорациялар демекші, ұйымдастыру, жаңағыдай сондай сияқты шаруалармен әрине біз бастадық. Сіздің түріңіз менің ойымша Есен Елеукенге шамалы ұқсайды екен. Сосын мүмкін сіз кастингтен сол жағынан өтіп кеткен шығарсыз, иә? Жоқ, өйтіп ойламаймын, енді қанша дегенмен жұрттар айтты, ұқсастық бар деп, бірақ әрине әр адам жеке тұлға болып келеді. Сол себептен ағайыныңыз емес пе? Жоқ. Жерлесіңіз ғой, бірақ? Жоқ, мен Атырау өңірінен. Сіз ақтөбелік емессіз ба негізі? Жоқ. Атыраудың тумасы. Енді болашақта осы КВН-ді, облыстық КВН сахнасынан сізді көретін боламыз. Әрине өйтіп айта алмаймын, қанша дегенмен КВН ол әртүрлі уақытта болады, және де енді ұсыныстар түсіп жатса, қарсылығым жоқ. Жайдарман ойындары бұйырса осы қарашаның айының басына қойып жатыр, 15-іне дейінгі жалпы күнге финалдық ойындар өту керек. Осы мектеп лигасы мен жартылай жаңа ашық лигасының қорытындысы, финалдық ойындар осында өтеді. Енді өзіңіз білетіндей 5-5 командадан финалға өтті мектеп лигасы мен ашық лигасының бойынша. Енді тақырып әрине күрделенеді, тақырыпты енді айта алмаймын сізге. Оны енді халық өз сол жерде бағасын беретін болады. Сонымен қатар әзілдің жаңағыдай халыққа көрсету, яғни әзілдің сайыстары бөлімдері күрделенетін болады. Сондай жаңа қазақилыққа байланысты түрлі заттарды қосатын боламыз. Қазылар алқасы бір ауыздан қала кубогын Еркін қала құрамасына табыстады. Өнерлі жастар көбейе берсін деген тілекпен біз де шығарылымды тәмамдаймыз. Үздік деген үштік, үшінші орын тема КВН командасы. Екінші орын нөмірі 36-шы орын. Және бүгін ерекше көңіл бөлеген көрермендерге бұл жеңімпаз атағына ие болған Еркін қала жайдарман ойындарда